Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз ислам философиясы турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Ислам философиясы ислам өркениетіне тән рухани және тәжірибелік дүниетаным жүйесі. Ислам өркениеті мен оның философиясы дәстүрлерінің қалыптасып дамуындағы арабтармен қатар өзге де түрлі халықтар мәдениетінің әлеулі үлесі мен атқарған рөліне байланысты. Бұл құбылысқа анықтама беру кезінде түрлі әдебиеттерде араб тілді философия, араб мұсылман философиясы, араб философиясы, исламдық шығыс философиясы деген тәрізді атаулар жиі қолданылады. Ислам өркениетінің өзіндік сипаты және айрықша ерекшелігі ислам дінімен тікелей байланысты. Ислам философиясы мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранда дүниені қабылдау ауқымында қалыптаса келіп, ислам өркениетінің жалпы мән мазмұнын бейнеледі. Ислам философиясының даму кезеңі үшке бөлінеді. Ислам философиясының классикалық кезеңі 8-15 ғасырлар. Кейінгі 15-19 ғасырлар. Қазіргі заман 19-20 ғасырлардың екінші жартысы. Дәстүрлі ислам философиясында Абу Наср Аль-Фараби идеяларының рөлі мен маңызы ерекше. Еуропаға табынушылық бағыттағы көзқарастар әдетте орта ғасырлардағы ислам философтарының соның ішінде Аль-Фарабидің еңбегі мен жетістігі көбінесе тек қана гректер мұрасын жеткізуде деп қате тұжырым жасайды. Анығында оның еңбегінің мәнін пайғамбардан кейінгі кезеңнен бастап өз дәуіріне дейінгі тарихи тұрғыдан жаңа рухани шындықты ұғымнан адам өмірінің шынайы ақиқатын түсінуге ұмтылуынан іздеген жөн. Мұны философия тілінде жүзеге асыруға мүмкіндік берген әдіс Платонның, Аристотельдің және олардың ізбасарларының ойлар мен дәлелдер жүйесі түсіндіру еді. Қазақстанда ислам философиясының қалыптасу мен дамуына түркі сопылығының ұлы өкілі Қожа Ахмет Яссауидің рухани қызметі үлкен әсер етті. Ислам философиясының айрықша мәртебесі мен дүние танымының ерекшелігін айқындаған философия және қоғамдық ойдың дамуына Яссауидің қосқан үлесі сопылық исламдық Алла концепциясын қазақ халқының дәстүрлі дүние танымына енгізу болып табылады. Исламның дүние танымдық әсіресе имандылық пен адамгершілік аясындағы сипаттары қазақ ойшылдарының философия ізденістерінен де көрініс тапты. Мысалы, Абай философиясының дүние танымдық мәселелерін ислам философиясы арқылы қарастыруға болады. Абайдың 38 қара сөзінде жаратушы мен ол жаратқан дүниенің тұтастығы принципін сатылап көрсететін оның діни философия концепциясының түйіні тарқатылады. Абайдың ойынша жаратушыға көзқарас пен оған қызмет етудің екі қырын нақты және анық бөліп қарау қажет. Біріншісі, сана күшіне сүйене отырып, сенімнің не үшін қажеттігін анық түсініп, оның принциптерін ұстанып исламды қабылдау.
Екіншісі, исламды соқыр сенімге сүйеніп қабылдау. Абай әрбір адам үшін ең бастысы сенімінің күштілігіне сену және сенімді ұғынуға ұмтылу деп біледі. Қазақ ойшылының айтуынша адамға Алла берген сана оны Құдаймен жақындатады. Ислам философиясы идеяларын Шәкәрім Құдайбердіұлы өз шығармаларында жалғастырып, одан әрі дамытты. Шәкәрім үшін ақиқатты іздеу, дүние танымдық позиция үлгісін таңдап алумен тең. Шәкәрім жақсы меңгерген және өзінің үш анығында көрсетіп берген философия зерттеу методологиясы ислам философиясын зерттеушілердің назарын аудартады. Философиядағы материалистік бағыт позициясын талдап, сынай отырып, Шәкәрім ислам философиясының негізгі ережелерін қорғап жария етті. Дүниедегі нәрсенің себепті негіздері танымның өлшеусіздігінде, жаратушының құдіреттілігі мен шеберлігінде, жан мәңгі және бастапқы кезден ақ өмір сүреді және айналымның әрбір кезекті процесінде ол жаңа сапалы биіктікке көтеріледі. Жанның ажырамас қасиеті ар-ождан. Осының бәрі жинақтағанда бұл үш ережені қадағалау адамның жоғары дәрежеге көтерілуінің шынайы ақиқат жолы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.